Тауар немесе қызмет үшін төлемді өз жеткізушілеріңізбен серіктестеріңізге тура Каспи Пэй мобильді қосымшасында аудара аласыз. Аударым сервисіне өтіңіз және реквизиттер бойынша қарсы агентке қосымша бетін таңдаңыз. Есептен шығару шоты автоматты түрде көрсетіледі. Егер сізде бірнеше шот болса, тізімнен қажеттісін таңдаңыз. Алушының атауы жолында төлем жіберетін компанияның атауын көрсетіңіз. Ары қарай алушының ЖСН немесе БСН енгізіңіз. Б2 жолында бенефициардың кодын көрсетіңіз. Егер оны білмесеңіз, сұрағы бар иконканы басыңызда көрсетілгеннен қажеттісін таңдаңыз. Алушының шотының нөмірін енгізіңіз. Оны төлем жіберілетін компанияның реквизиттерінен көре аласыз. Банктың БСК автоматты түрде толтырылады. Төлем нөмірі барлық аударымыңыздың реті бойынша келесі көрсетіледі. Оны ауыстырудың қажеті жоқ. Әдепкі қалпы бойынша төлемді жіберу күні бүгін. Оны өзгерту үшін күнтізбенің иконкасын басып, қажетті күнді таңдаңыз. Төлемнің сомасын көрсетіңіз. Шот қ.қ.сы ескеріліп қойылған болса, қ.қ.сыны қосыңыз. Төлем мақсатының коды аударым мақсатына байланысты. Іздеуді пайдалануыңызға немесе ашылған тізімнен сәйкес келетінін таңдауыңызға болады. Төлемнің мақсаты автоматты түрде көрсетіледі. Барлық жолдарды толтырғаннан кейін енгізілген деректерді тексеріп, төлемді растаңыз. Ол үшін SMS-пен келетін кодты енгізіңіз. Төлем жөнелтілді. Ақша алушыға бір жұмыс күннің ішінде түседі. Ыңғайлы болу үшін келесі жолы сомасын ғана өзгертіп, төлемді қайталау үшін аударымды таңдаулыға сақтай аласыз.